Саламатсыздар ма? YouTube арнама қош келіпсіздер. Сіздермен бірге Диана. Бүгінгі видеода біз осындай қарапайым котлет түрін дайындаймыз. Котлеттеріміз өте жұмсақ және дәмі өте керемет болып піседі. Алдымен жұмысымызды пияздан бастаймыз. Пиязымызды ұсақтап турап, артынан сарымсағымызды ұсақтап тураймыз. Үлкендеу ыдысымызға жарты килограмм тартылған ет, үстінен жарты булка нанның ішіндегі ағыны сүтке немесе суға жібітіп, үстінен пияз, сарымсақ, тұз, тәтті бүріш және әші бүрішімізді салып, жақсылап араластырамыз. Міне осылай жақсылап араластырып болдық. Үстінен бір жұмыртқамызды салып, 3-4 минут шамасында араластырамыз. Міне осылай фаршымыз дайын. Енді осы фаршымызды шеңбер формасында етіп, котлеттерімізді дайындаймыз. Менде осы фарштан 20 котлет шықты. Сіздер үлкен және кішісіне қарай өздеріңіз көресіздер. Міне осылай котлеттеріміз қуыруға дайындап алдық. Тәпемізді жақсылап қыздырып, үстінен 100-150 мл шамасында майды құйдым. Тәпеңізді диаметрден қарай май қоясыздар. Міне осылай өте қатты қызып тұр тәпем. Маған жай ғана котлеттің сыртını қызарту қажет. Мен жоғарғы отта пісіріп жатырмын. Шамамен әрбір жағыны 1,5-2 минут шамасында қуырдым. Міне осылай араластырамыз, аударамыз. Аударып болған соң, екінші жағы да жақсылап осылай қызарған соң, ыдысымызға бөлек алып тұрамыз котлеттерімізді жейіп. Міне осылай тарелкаларымызға жейіп алып, қалған котлеттерімізден дәл осындай етіп қуырып аламыз. Котлеттерімізді майдан алдық. Енді осы майдың үстіне 1-2 пиязымызды салып, қуырып, қатты қызарту қажет жоқ. Үстінен сәбізімізді және картопымызды салып, шамалы тұздап жіберіп, араластырамыз. Үстінен болғар бұрышы, мен үйдің томатын қостым. Қаласаңыз магазиндікін қоссаңыздар болады. Сарымсақ және лавр жапырағын салып, үстінен қуырылған котлеттерімізді жия бастаймыз. Міне осылай котлеттерімізді барлығын үстінен салып, үстіне су құямыз. Менде шамамен 100-150 мл су кетті. Сіздер тәпеңіздің диаметріне қарай су қосасыздар. Міне осылай шамалы суға дымдап пісіріп, астына осындай көкөністерді салып пісірсек, котлеттеріміз өте жұмсақ болып піседі және толығымен, ішіндегі еті толығымен піседі. Мен шамамен 40 минут шамасында дымдадым котлеттерімізді. Міне осылай гарнирімізге осындай күріш сасақ болады, немесе жай ғана осындай өзіне картоп және сәбізімен, осы көкөністермен жей берсек болады. Міне осылай екі вариантын жасап көрсеттім. Міне котлеттеріміз өте жұмсақ, көрініп тұр, өте дәмді болып шыққан. Жас балалар да сүйсініп жейді. Дәмі өте керемет болып шыққан. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Диана. Сау болыңыздар.